Қайырлы күн. Біз сіздермен бірге бүгін кассалық аппаратты қалай салық органдарына тіркеуге болады. Сол жайында видео нұсқаулық көрсетпекшімін сіздерге. Біріншіден, ол үшін не керек дейтін болатын болсаңыздар, электронды цифрлық қолтаңба керек. ИП болса ИП-ның электронды цифрлық қолтаңбасы, ТУ болса ТУ-ның электронды цифрлық қолтаңбасы. Екінші, интернет желісіне қосылған компьютеріңіз болу керек. Үшінші, әлгі тіркейтін кассалық аппараттың өзі болу керек. Кассалық аппарат мейлі ол өзіңіздің бұрынғы кәдімгі стационарный кассалық аппарат болса да, болмаса соңғы уақытта айналымға еніп жүрген мына телефонға, планшетке орнатылатын қосымша ретіндегі кассалық аппарат болса да, сол кассалық аппарат орнатылған, болмаса жаңағы темір кассалық аппарат болып сатып алынған болу керек. Өйткені бізге керегі олардың моделі керек болады және заводской нөмірі керек болады тіркеу барысында. Кассалық аппаратқа байланысты бір-екі ауыз сөз айта кетейін. Кассалық аппараттарыңыз онлайн кассалық аппарат болу керек. Онлайн деп отырғанымыз сол кассалық аппарат арқылы сіз жаңағы ұрған чектарыңыз бірден салық органдарында түсіп отыру керек. Ол соңғы уақыттағы кассалық аппараттарға қойылатын бірден бір талап сол. Енді онлайн дегеннен кейін, яғни сіздің кассалық аппаратпен салық органдарының ортасын байланыстырып отыратын оператор бар. Ол операторды оператор фискальных данных дейді, ОФД дейді. Бізде Қазақстанда ондай ОФД-лардың екеуі бар. Біреуі Қазақтелеком, екіншісі Транстелеком. Қазақтелеком бойынша ай сайынғы абоненттік төлем 1500 теңгені құрайды. Транстелеком бойынша ай сайынғы төлем 1400 теңгені құрайды екен. Бұл тұрғыдан алған кезде 100 теңгеге болса да Транстелеком арзанырақ. Және Транстелекомның тағы бір ұтымды тұсы, егер де сіз кассалық аппаратты қолданбасаңыз, қолданбаған айға ешқандай төлем жасаудың қажеті жоқ. Яғни абоненттік төлем төлемейсіз. Қолданған айларда ғана ай сайын 1400 теңге төлеп отырады екенсіз. Олай болса, мен сіздерге кассалық аппаратты Транстелеком арқылы қалай тіркеуге болады салық органдарында, сол жайында видео нұсқаулық көрсететін боламын. Сіздердің көз алдарыңызда тұрған міне Транстелекомның ресми сайты ofd1.kz деп аталады. Осы сайтқа кіресіздер. Мынау міне бірінші беті. Мына жерде тілді қазақшаға аударып алуға болады. Бірақ мен қазақшаға аудармаймын, өйткені қазақшаға мына бірінші беті аударылғанмен ары қарай жұмыс жасау барысында бәрібір орыс тілінде болып кетеді. Сол үшін орыс тілін таңдай берейік. Ары қарай егер де сіз тіркейтін болсаңыз, мына мен қалай тіркеп жатырмын, сол мен нені басам, соған қарап тіркесеңіздер болады. Так, қараңыздар, мына оң жақ жоғары жағындағы подключиться деген жасыл батырманы көріп тұрсыздар, осыған басасыздар. Яғни біз қазір бірінші мына ОФД-ның сайтында бірінші соның өзінде тіркеліп алу керекпіз. Регистрация деп отырған сол, біз сайтқа тіркелеміз. Содан кейін барып сайтқа тіркеліп, одан кейін барып кассалық аппаратымызды салық органдарына тіркеуге өтінім беретін боламыз. Выбрать сертификат. Яғни бұл жерде сіздер ЕЦП кілттеріңізді таңдайсыздар. Тіркелетін кезде бірінші мына AUS RSA деген кілтті таңдайсыздар. Пароль жазамыз. Отправить. Мынандай бет ашылады. Мына жерге тұрасыздар да краткое название деген, яғни ИП-іңіздің атауын жазсаңыз болады. Болмаса бір магазин, бутик бірдеңе болса, соның атын жазсаңыздар да болады. Мен мысалы ИП-ның өзінің атын жаздым. Мына жерге телефон нөмірін жазасыздар, яғни кімді тіркейін деп жатсыз, сол азаматтың, болмаса ИП болса азаматтың, ТУ болса сол ТУ-ның телефон нөмірін жазасыздар. Ары қарай электронды адресіңізді жазсаңыз да болады, жазбасаңыз да болады. Мен жазбаймын. Мына жерге пароль ойлап табыңыз дейді. 4 орыннан кем болмасын дейді. Енді бұл жерде сіздерге ұсынатыным, парольді ұмытып қалмас үшін кейін өзіңіздің ЕЦП-іңіздің паролі қандай, сол парольді қоя салыңыз. Ол жарап тұр, сол пароль, ЕЦП-іңіздің паролі. Ары қарай мына астындағы зарегистрироваться деген жасыл батырманы басасыз. Біз сіздермен бірге ОФД-ның, Транстелекомның жаңағы өзіне тіркелдік. Ары қарай біз осы жерде біз договорға қол қою керекпіз. Мына жерде міне қарасаңыздар, подписание договора деген бар. Осыған кіресіздер де мына жерге адресіңізді жазасыз. Қай адрес бойынша сіздің жаңағы тіркелген адресіңіз қай адрес бойынша тұр, соны жазасыз. Формировать деген жасыл батырманы басасыз. Мына жерге өзіңіздің жаңағы кассалық аппаратты тіркейтін адресіңізді жазасыз. Қай адрес бойынша кассалық аппаратыңыз тіркеледі. Менде мысалы мына недегі Талғар ауданындағы Талдыбұлақ жаңағы керек, міне Талғарский район, Селиский округ, міне. Мына жерге атын жазасыз, сосын астынан осындай нұсқаулықтар шығады, сол кезде тұрасыз, сіз өзіңізге керегін таңдайсыз. Менікі мынау, міне. Мына жерде шықты адрес.
ары қарай енді көшенің аты дейді. Көшенің атын жаздық, найтиді бастық. Осы жердегі көшені тауып береді. Номер дома деген жерге үйдің нөмірін жазасыз. Үйдің, магазин болса магазиніңіздің нөмірін жазасыз. Бәрін толтырып болғаннан кейін астындағы мына готово деген батырманы басасыз. Одан кейін астындағы мына сохранить дегенді басасыз. Міне бізге договордың мәтіні шықты. Бұл договордың мәтінін асықпай оқып отырамын десеңіз оқысаңыз болады, бірақ сіз бұл жерге ешнәрсе өзгерте алмайсыз. Сондықтан бірден астына түсіп бұл договорға қол қоя салу ғана қалады сізге. Договордың текстін көшіріп алам десеңіз, мына жерден скачать етіп алуға болады. Бірақ OFD-да ол үнемі түрде сақталып тұрады, сол үшін оны шығарып алудың сізге маңызды емес сіз үшін. Мына жерге астындағы подписать дегенге басасыз енді. Қайтадан кілтіңізді тересіз. Қол қоятын кезде мына екінші RSA деген кілтті таңдайсыз. Паролімізді тердік, подписать. Ары қарай келесі қадам мына сохранить дегенді басасыз. Қол қойдық, енді оны сақтаймыз. Міне договор подписан, договорға қол қойылды. Келесі қадам мына жоғары жақтағы регистрировать кассу дегенді басасыздар. Мына жерде бірінші кассаның моделін жазасыз. Қандай кассалық аппарат? Мына жерде барлық модельдер бар. Соның ішінен өзіңіздікін табасыз. Менікі рекасса. Міне рекассаның менде 3.0 версиясы. Міне осыны таңдаймын. Заводской номер деген жерге жаңағы сіз мысалы мен рекассаның телефонға жүктеген кезде ішінде заводской номер болады. Сол заводской номерін алып осында жазамын. Год выпуска 2021-ді қоямын, яғни мен биыл орнаттым ол кассалық аппарат, сол үшін биылды қоямын. Адрес использования дейді. Кассалық аппаратты қай мекенжай бойынша қолданасыз? Мен ол адресті бағанағы негізгі сол адрес бойынша қолданамын. Сол бағанағы өзімнің тіркеген адресім бойынша. Осы жерге қоямын. И ең астындағы міне регистрировать деген батырманы басамын. Келесі мына жерде подписать басамын. Қайтадан бағанағы кілтімізге барамыз. Қол қоятын кезде әрқашанда RSA деген кілтті тересіздер. Парольді жаздық. Открыть. Келесі бізде отправить на регистрацию. Яғни осы міне. Яғни кассалық аппаратты мына жерге жаздық. Енді осы кассалық аппаратты бағанағы өзіміздің көрсеткен адресіміз бойынша салық органдарына тіркеуге жібереміз. Отправить, міне бастық жасылға. В обработке қараңыздар, міне статусы міне. Статус запроса міне в обработке. Бұны сіздер мына жерден де көрсеңіздер болады. Мына кассаның ішіне кіресіздер. Не зарегистрированный ішін бассаңыздар, міне мына жерде міне. Көрдіңіздер ме? Статус идет регистрация. Бұл регистрация әр кезде әрқалай болады. Кейде бірден тіркеледі, кейде бір-екі күнге созылып кетуі мүмкін. Сол үшін арасында үнемі қайталап қарап қойып отырасыздар. Мен қазір көрейін, зарегистрированный бұл жерде жоқ, міне не зарегистрированный. Мына жерде болды, мына жерден кетіпті, яғни бізге тіркелген кассалық аппараттардың ішінде тұр деген сөз. Зарегистрированный КГД. Көрдіңіздер ме? Бірден тіркелді. Ары қарай бізге қалатыны осы кассалық аппаратты активация жасау. Міне активировать дегенді басасыз. Келесі ары қарай тұр. Тариф стандартный. Бұл жерде басқа тариф жоқ, бір ғана тариф сол 1400 теңге тұратын тариф. Активировать тариф. Осыны басамыз. Статус активировано. Енді не оплачено дейді. Не оплачено деп отырған сөзі ай сайынға төлейтін 1400 теңге бар емес па? Сол әлі төленген жоқ дейді. Оны қалай төлеймін дейтін болатын болсаңыздар, мен оны сіздерге басқа бір видео нұсқаулық көрсетемін, келесі қалай төлейтін. Бірақ мына жерден сіздерге керегі мына лицевой счет деген бөліміне өтесіздер де, мына лицевой счетты бір жерге жазып қоясыздар. Әркімнің жағдайында әркімнің өзінің лицевой счеты болады. Осыны жазып аласыздар да 1400 теңгені төлейтін кезде осы лицевой счетқа төлейсіздер. Енді қараңыздар. Біз кассалық аппаратымызды тіркедік салық органдарында. Бірақ енді осы кассалық аппараттың ID-ін, токен номерін сіз алып, өзіңіздің енді жаңа телефоныңыздағы, егер сізде қосымша болатын болса, телефоныңызға жазу керек емес пе? Оны қайдан алам дейтін болсаңыздар, мына жерде смотреть деген бөлімі бар. Осыған басасыздар. Міне біз кассалық аппараттың өзіне қарап жатырмыз. ID мынау міне. 292 826. Бұл мына менің жағдайымда осы. Сіздің жағдайыңызда ол сіздің өзіңіздікі болады. Міне осыны бір жерге жазып аласыз. Одан кейін токен сұрайды. Токені міне новый токен дегенді басасыз. Одан кейін келесі қадам получить дегенді басасыз. Міне мынаны да бір жерге жазып аласыз. Өйткені бұл осы екеуінде сіз кассалық
барған кезде сұрайды. ID деген жерге мына ID жазасыз, токен деген жерге токенді жазасыз. Ары қарай қалған жұмыс енді кассалық аппаратқа қарай өтіп, сол жақта енді осы сандарды сол жаққа жазу және кассалық аппаратпен ары қарай жұмыс істей алу керек. Назарларыңызға рахмет. Келесі видео бізде кассалық аппараттың өзінде енді біз қалай осыларды жазамыз сол жайында болады. Келесі видеода жолыққанша сау, саламат болыңыздар.